Керемет бір дәстүріміз бар, сүндет той деген. Біз ойлаймыз ба, 5 жас, 6 жастағы бала не біледі, тайға мінгенін түскенін ұмытып қалады ғой деп. Жоқ, олай емес. Бала естігенді істемейді екен көбінде, бала көргенін істейді екен да. Сонда 5 жастағы баланы тайға мінгізген кезде тізгін ұстату екен, тізгін ұстату, қолға қамшы ұстату. Сөйтіп сен жігіт болдың, тізгін ұстадың, сен бір нәрсе үшін жауап бересің. Ол ответственность сезініп, тайдың үстінде отырып елге қарайды да былай. Қараса қарындастары төмен жақта жүр. Міне осы кішкентайынан жауаптанып өскен бала ертең үлкейген кезде ол әйел үшін жауап бере алады, бала шаға үшін жауап бере алады, туысқан үшін жауап бере алады. Жылқының үйірін кім басқарып жүр? Айғыр басқарып жүр. Немесе бір қора тауықты қораз басқарып жүр ма? Тауық басқарып жүр ма? Қораз басқарып жүр. Бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде. Оны мен түзету керек деп ер азамат осыған тырысу керек. Айттың ба орында? Уәде бердің ба? Атқар. Жігіттің ең үлкен қасиеті басқарушы екенін, жігіт екенін, тізгін ұстар, қамшы ұстар, еркек екенін ұмытпау керек. Рухты болу керек. Еркексің.